Төртіншісі, достар, ресурске мән бермеу. Енді қызық бір бағыт бар осы жерде. Біздің ресурс екі түрлі, сыртқы ресурс бар, ішкі ресурс бар. Мысалы, Forbes журналына қарасаңыздар, бізде сыртқы ресурсты көрсетеді. Пәленшенің ақшасы көп екен. Бұл біздің сыртқы ресурсымыз. Айында адамның айдап жүрген көлігі, білмеймін, үйі біздің сыртқы ресурсын көрсетеді. Молодец, күшті, біраз ресурс қол жеткен. Менді мән бермей, кейбір кезде біз ұмытып кететін бір бағыт, біз ішкі ресурсымызды ұмытып кетеді екенбіз. Ішкі ресурсың қалай? Шаршап жүр, әлсіреп жүр, ренжіп жүр, ашуланып жүр. Ішкі ресурсқа мән беру керек. Енді ішкі ресурсқа не жатады? Мысалы, біздің денсаулығымыз жатады ішкі ресурсқа. Дұрыс сапалы ұйқымыз жатады. Дұрыс жаттығуымыз, тренировка дейікші, дұрыс тамақтануымыз, бұл біздің ішкі ресурс. Бұл біздің ішкі ресурс. Ішкі ресурс әлсіз бола тұра, сіз сыртқы ресурстарыңыздың күшті болып кетуі екі талай. Сондықтан ішкі ресурсқа мән беру керек.